Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Алдағы апта ең қызықты жекпе-жектерге толы болмақ. Аптадан бұрын аптаның соңы дейге, дәлірек айтсақ. Бірталай қызықты жекпе-жек бар, бірталай қызықты турнир бар. Бүгін біз UFC Баку жайлы сөз қозғаймыз. Дәстүрлі турнир өткен жылы, былтыр Азат Мақсұмның жекпе-жегімен біздің есімізде қалған турнир, биыл міне екі бірдей жігітіміз сол жақта төбелеседі. Асу Алмабаев, Бекзат Алмахан екеуі де бірдей қатардағы турнирде өнер көрсетті. Міне енді екеуі де бірдей дәл осы Бакудегі турнирде оралып отыр. Сол жайлы, жалпы турнир жайлы да бір-екі ауыз сөз айта кетейік. Ең алдымен жалпы картқа шолатын болсақ, қазір компьютерімді ашып қарап отырмын. Топологиден қандай жекпе-жектер бар дегенде, енді Топологиге сенетін болсақ, Тахир Абдуллаев бірінші болып бастайды. Кезінде бұл жігіттің жекпе-жектері есімде. Қазақстанда тірідей өз көзіммен көріп, M1 Global турнирлерінде жекпе-жектерін жүргізген. Бекзат Алмахан екінші деп тұр. Кейін ол жайлы сөз қозғаймыз. Данил Донченконы біз жақсы білеміз, The Ultimate Fighter шоуының жеңімпазы, Найза лигасының 70 келіде чемпионы, UFC-де қазір 77-де жүр, 2-0 жасап үлгерді. Одан кейін Нұрсұлтан Рузибоев бар. Біраз уақыт үзілістен кейін өзбек жігіті қайта оралып жатыр. Енді аймақтағы ең үздік жігіттердің бірі болған UFC-ге дейін, қазірде міне тәп-тәуір келе жатыр. Bir ғана жеңілісі бар Баклиден, оның өзі жартылай орта салмаққа түсіп көргеннен кейін 77-ге дейін, одан кейін 84-ке оралып, қой осы өзімнің ауылымда, өзім салмағымда жүре берген дұрыс деп есептеген болуы керек. Андрей Пуляев қарсылас. Андрей Пуляев, менің ойымша, Нұрсұлтанның оң жамбасына келетін қарсылас. Қатты күреске ден қоя қоймайды, негізінен аяқта тұрып төбелесетін адам, соққыларға ден қояды деген сияқты. Ал Рузибоев біз білеміз, бұл әлдеқайда әмбебап жігіт. Сондықтан бұндайлардың талайын көрген, енді бір соққы ұрып қалмаса, менің ойымша, Нұрсұлтан Рузибоев үшін Андрей Пуляев бір қиыншылықтар тудыратын жігіт болмау керек. Әрине бұл ММА, 100% сенімді түрде біз ештеңе айта алмаймыз. Абдулрахман Яхияев дегеннің дебютін мен өз көзіммен көргем. UFC-дегі өте бір мықты жігіттеуге болады. Шынымен де өте мықты, талантты жігіттеуге болады. Осында Астанада бірнеше залда жаттығып жүргенді көрдім. Біраз уақыт Астанада да жүргені бар. Яғни бізге жақын деуге болады бұл жігіт. Енді бірталай жекпе-жектер бар. Назым Садықов, Мишель Перейра және Рафаэль Физиев, әрине атаман. Енді Бакуде турнирде кім басқарады деген кезде, әрине сөзсіз Рафаэль Физиев деуге болады. Ендеше біздің жігіттерге келейік. Асу Алмабаевтан бастағым келіп отыр. Асу Алмабаев пен Чарльз Джонсон деген жекпе-жегін айтқан кезде, ойлаған кезде ең алдымен біз не деп ойлаймыз? Мынау Джонсон ба? 8-6 ма UFC-де? Әрбір екінші жекпе-жегін ұтылып қалған адам ба? Асуға бұл деңгейлес емес қой деген негізі ой келуі мүмкін, бірақ мен ондай ойдан адамын, шыны керек. Өйткені Джонсон оңай жігіт емес негізі. Негізінен Джонсонның мынадай бір ерекшелігі бар, ол қарсыласының деңгейіне қарап төбелеседі. Енді қарсыласының деңгейі жоғары болса, ол да тәп-тәуір төбелесіп бере алатын адам. Қарсыласының деңгейі төмен болса, ол сол қарсыласының деңгейіне түсіп, соның деңгейінде төбелеседі. Міне сондай топырақ мінез жігіт енді. Логикасын түсіну қиын, бірақ өте тұрақсыз жігіт, бірақ Джонсон өте қауіпті. Бұл салмақ үшін өзі негізінен бұл ірі жігіт, денелі, бойшаң, денелі, қол ұзындығы да жақсы, және кәсіпқой бокста да біраз жекпе-жек өткізгені бар. Және кәсіпқой бокста бір қызығы 61 және 63 келіде жекпе-жектер өткізген. Міне, қараңыздар, ММА-де 57-ге келіп отыр. Әйтеуір қиын болса да салмақты жасайды. Негізінен өздері үстіне отырғандай боксқа ден қояды. Тор болса, тордың арқасында күрестен де тәп-тәуір қолданады. Мокаевқа қарсы жекпе-жекте де көрдік. Асу бұл жерде Мокаев көрсеткен жолмен өтуге тырысады. Бұл Чарльз Джонсонның UFC-дегі дебют екенін айта отырайық. Сол жолмен өтуге тырысады, әрине торға тіреуге тырысады. Негізінен Асу фаворит болып көрінеді. Олай деудің жөні де бар, әрине. Қалай дегенмен прессинг, күрес бұл Джонсонның әйтеуір осал тұсы.
Бірақ Мануэль Капе мысалы қолмен ауыр соққы жасай алатын адам асуға қандай қиыншылықтар тудырғанын білеміз. Осындай параллель келтіргім келіп отыр, мысал ретінде, иә. Сондықтан бұл жерде сәл басымдылықты беруге болады Чарльз Джонсонға, кешіріңіздер, Асу Алмабаевқа, иә, күрестің арқасында. өйткені қалай дегенмен жақсы күресетін жігіттерге келген кезде қадалып қалып жатқан жайы бар Чарльз Джонсонның, ал аяқта тұрып төбелесетін жігіттерден біразінен басым түсті. Қазіргі чемпион Джошуа Ванның бір және соңғы жеңілісі сол Чарльз Джонсонның қолынан екенін ұмытпайық. Азат Мақсумға қарсы жекпе-жекте бізге біраз дүниені ұғындырғандай, иә, өйткені нокдаун болды Азаттың қолынан жасалынған. Күресте де біраз қылқындырып, мерзімнен бұрын ұтуға жақын қалды, бірақ аман шыққаннан кейін ары қарай Азат күресе алмаған кезде қызықтың бәрі осы жерде басталды. Егер Асу Алмабаев толықтай 3 раунд күресуге, мыжғылай беруге, торға тіреуге дайын болса, онда Чарльз Джонсонның жағдайы қиын, және негізінен Асу Алмабаев солай жасай алады дегенге сенемін. Иә, енді өлтіріп тұрып бір тейкдаундар жасамаса да, мыжғылап тұрып, бірақ күрестің арқасында, ішті пыстырып жүретін, күрестің арқасында біз ұната қоймайтын, иә, ММА жанкүйерлері көп ұната қоймайтын, күрестің арқасында Асу Алмабаев бұл жекпе-жекте жеңіске жете алады. Және мен бұдан бетерін айтар едім, негізінен мерзімнен бұрын жеңіске жетудің де Асудың жақсы мүмкіншілігі бар. Өйткені Асу бұл салмақ үшін сондай бір денелі ірі жігіт емес, көп салмақ қумайды, және жекпе-жектерде тың бір болдырып шаршап қалып жатқанын көрмейсіздер. 3-ші раундтағы мысалы Алекс Перезға қарсы гильотина есімізде, иә. 2 раунд бойы быт-шыт болып төбелескен адам 3-ші раундта оңдыртпай мойынды гильотинаға салса, бұл нені білдіреді? Бұл адам 3-ші раундта 10 минут төбелескеннен кейін 3-ші раундта тың деген сөз. Міне, сондықтан 2-ші раундтың соңынан былай қарай 3-ші раундта Асу Алмабаев тіпті мерзімнен бұрын жеңіске жете алады деп айта алар едім. Бірақ негізінен төрешілердің шешімі 3 раундтың қорытындысы бойынша мүмкін тіпті 2-1 болып қалатын да шығар раундтар бойынша. Сондай ой бар. Бірақ сәл басымдылықты мен Асу Алмабаевқа беремін. Бұл жерде Бекзат Алмахан мен Жан Мацумотоға келсек, міне мына жерде кішкене қиындау. Мына жерде шынымен де 50-50 деуге болады. Екеуі де матчмейкерлердің сүйікті жігіттері, иә. Жан жақсы көретін матчмейкерлердің, өйткені оңай қарсылас бермеген. Енді матчмейкинг екеуінде аямаған негізі UFC келген кезде. Мацумотоның соңғы кезде жолы болмай жүр. Енді Бекзат екеуінің жолдары ұқсас. Соңғы 3 жекпе-жекте 2 жеңіліс, 1 жеңіс. Статистикасын алып қарайтын болсақ, және енді Бекзатта түрлі екеу шешіммен, біреу нокаутпен аяқталып жатса, Мацумотоға бірдеңе жетпей жүр жекпе-жектерінде. Толық бір ашыла алмай жүрді, өзін көрсете алмай жүр. Бәлкім қарсыластың бір атақ даңқынан кішкене сескенген шығар. Бірақ 3 жекпе-жектің барлығында да сплит деген нәтиже тіркелді. Яғни төрешілердің шешімі 2-ге бөлініп отырды деген сөз әрдайым. Яғни ұтылған 2 жекпе-жектің екеуінде де кем дегенде бір төреші Мацумотоға жеңісті беріп отырды деген сөз. Міне осы факты ойымызда ұстап отырайық. Енді міне қараңыз, қазір екеуі де қыл үстінде тұр. Екеуі үшін де бір өзінің алдағы карьерасын қай бағытта жүретінін айқындайтын жекпе-жек. Өйткені қай жеңгені UFC-де қалуы мүмкін, жеңілгені UFC-де қалмайды деп 90% айта беруге болады, иә. Сондықтан бұл жерде екеуіне де жеңілуге болмайды. Енді қателікке бой алдыруға болмайды. Мацумотоны енді Бекзат Алмаханға қарағанда әмбебап деп сипаттауға болады. Бірақ әмбебап бұл міндетті түрде одан күшті, одан мықты деген сөз емес. Иә, оның шеберлігі, мысалы, арсеналы қаруы көбірек деуге болады, иә. Жеңіске жету жолдары көбірек деуге болады. Бірақ Бекзаттың енді бәлкім сіздер айтуыңыз мүмкін, бір ғана жеңіске жетудің құралы бар. Және сөзіңіздің жөні бар негізі, иә. Ол ауыр соққы, барлығымыз түсініп отырмыз. Қарсыластардың бір 12 қарсыластың сол бір 10-11-ін кем дегенде нокдаунға жіберген адам. Ұтылған Умар Нурмагомедовке қарсы өзі қарсыласын нокдаунға жіберген, иә, мысалы. Қол ауыр, әсіресе жекпе-жектің басында. Сол өте үлкен маңызды фактор. Бұл әрине Бекзаттың ауыр соққысы.
бұл жерде Александр Тапурияға қарсы жекпе-жектен қаншалықты бір сабақ алып шықты Бекзат Алмахан, соған барып тірелетін шығар барлығы. Өйткені Бекзаттың мықты тұстарын мен енді әу баста бірден түсінген жоқпын, шыны керек, оны өз басым, иә. Бірақ сол кейін жетті маған. Негізінен Бекзаттың мықты деген тұстарын жауып тастаған, ашылуға мүмкіншілік бермеген Тапурия. Үлкен ондай жоғары блоктың арқасында. Сосын Бекзатпен төбелескенде не маңызды? Ойнақтап кетпеу маңызды. Сәл ойнақтап кеттің бе, онда Омар Нурмагомедов сияқты жамбасын жер иіскейді. Сол нәрсені Тапурия ұқты да, сосын мен мына жігітпен тәуекел етпей қояйын, оданша 7 рет өлшеп 1 рет кесіп төбелесейін деді. Жанкүйерге ұнамауы мүмкін, бірақ маған қазір жеңіс керек. Мына бәленің соққысы ауыр, сондықтан мен бұдан кішкене бұл жағынан сескенуім керек. Қатты бір ашылып қалудың қажеті жоқ. Ең бастысы басты жоғары ұстау деді. Өйткені бүйірден соққыға келетін болсақ, енді ондай қатты бір қауіп төндіре алмайтынын түсінген болу керек Бекзаттың. Аяқпен соққылардан қауіптенген жоқ. Ең бастысы сол апперкот, түрлі кросс соққылар, сол соққылардан басымды қорғай алсам, онда біртіндеп жеңістің кілтін табуға болады деп ойлағанда шығар, және дәл сондай бір оймен жекпе-жекке шыққанда шығар деп ойлаймын өзім жеке басым. Қазір енді жарты жылдан астам уақыт өткеннен кейін шамамен сондай ойға келіп отырмын. Яғни негізінен Бекзат Алмаханды қалай ұтуға болатынын көрсетті. Яғни ол не? Ең бастысы салқынқанды болу, атылмау және ашылып қалмау. Бір соққыға ашылып қалсаң, бітті. Және ең бастысы не? Бұл жерде бір орында тұрып қалмау. Бекзат сияқты жігіттер бір орында тұрып қалсаң, онда оңдыртпайды. Осындай дүниелер бар. Мацумотомен жекпе-жек келетін болсақ, бәлкім Мацумото күресіп көретін болар. Күреске ден қоятын болар. Омардың қалай жекпе-жек өткізгенін түсінді. Бекзатқа қарсы енді дәл Омардай күресе алмаса да, бірақ күреске ден қоюы мүмкін. Өйткені Тапурияның өзі де, Бекзатқа тейкдаун жасағанын біз жақсы білеміз. Мойнынан алып жамбасқа салды, жақсылап тұрып. Күрес қолдан келіп жатты негізі күрескен кезде, бірақ қатты күреске барған жоқ өзде. Мацумото күресуі мүмкін. Мацумотоның айтарлықтай шыны керек техникалық тұрғыдан Бекзатқа қарсы бір қоятын бокс көріп тұрған жоқпын. Бірақ бұл міндетті түрде қолмен ауыр соққы жасай алмайды, құлата алмайды деген сөз емес. Мәселе басқада. Бұл жерде тек қана таза бір бокс шеберлігіне келіп тұр. Екеуін салыстырсақ, әрине бұл жерде Бекзат ұтымды көрінеді. Ал сол өзі әмбебаптылықтың арқасында Мацумото бір төрешілердің шешіміне, не тіпті төрешілердің шешімін екіге бөліп жеңісті алып кету ықтимал. Шынымен де бұл жекпе-жек жаңа сөз басында айттым, нәтиже шығару қиын, 50-50 деп нық айтуға болады. Екеуі де міне бабының шарықтаған шағында, екеуінде матчмейкинг аямаған UFC-де. Және екеуі де қазір бір мансабының бір шешуші жекпе-жек екенін түсініп отыр. Міне осы психологиялық факторлармен іштей қалай күреседі? Өз-өзін қалай жеңіп шығады, сол менің ойымша өте маңызды рөл ойнайды. Өз басым сәл де болса Бекзатқа 51% деп енді жанкүйер ретінде басымдықты берейін, бірақ бізді менің ойымша өте динамикасы жоғары жекпе-жек күтіп тұр. Сіздер де өз ойларыңызды айта отырыңыздар. Бірден видео басталып кетті, әй-шәй жоқ, бірақ негізінен міндетті түрде шақырып отыру керек. Менің телеграм арнама жазылыңыздар, ол жақта да біраз нәрсе жазып тұрам жекпе-жек жайлы. Және де менің әлеуметтік желілеріме қош келдіңіздер. Менің YouTube арнама жазылмасаңыздар, жазыла отырыңыздар. Мен бұл жерде жекпе-жек әлемі, бокс әлемі, күрес әлемі жайлы сөз қозғаймын. Болды, осымен мен аяқтадым. Енді кезек сіздердікі. Комментарийге келіп өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Шама келгенше жауап беріп бірге талқылап көрейік.